Шағын Биназар ауылының тұрғындары бүгін қоғамдық тыңдаудың регламенті бойынша бүгін қоғамдық тыңдаудың төрағасын сайлауымыз қажет. Бүгін қоғамдық тыңдаудың төрағасы ретінде Биназар ауылының округінің әкімі Қамбар Смағұловты сайлауды ұсынамын. Қарсы еместер дауыс беруге өтсеңіздер. Келісесіздер ме баршаңыз? Төрағасы болуға қолдарыңызды көтеріңіздер. Ал сөз кезегі сізде, жиналысыңызды ашып берсеңіз. Қайырлы күн жиналысқа қатысушылар. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың тақырыбы Мойынқұм ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылық бөлімі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Биназар ауылындағы биотермиялық шұңқыр үшін қоршаған ортаға әсер етуге рұқсат алу. Бастамашы Мойынқұм әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Келесі сөз жобалаушы Эко КС жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің серіктесіне береді. Ашық жиналыстар арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізу үшін, жалпы жиналыстың хаттамасын енгізу үшін ашық қоғамдық тыңдаулардың хатшысын және дауыстарды санауға жауапты тұлғаны сайлау, сондай-ақ қоғамдық тыңдауларды өткізу ережесін бекіту қажет. Жалпы жиналыстың хатшысын және дауыстарды санауға жауапты тұлға Мұрат Жансаяны сайлауды ұсынамын. Келісілді ғой? Ашық жиналыстар арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізу регламенті: баяндамашылардың баяндамалары 5 минут, баяндамаларды талқылау және қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстарын тыңдау. Баяндамашылар өз кезегінде қоғамдық тыңдауға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстарына жауап береді. 10 минут уақыты. Қоғамдық тыңдаудың қорытындысын шығару 2 минут. Келісесіздер ме? Келесі сөз кезегі Эко КС жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ұйымының өкілі Әзімов Дәурен Батырбекұлына беріледі. Ал Қазақстан Республикасының экология кодексінің 58 бабының 2 тармағына, 73 бабының 1 тармағына сәйкес қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидалары бекітілген. Қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидалары Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрінің міндетін атқарушы 2021 жылғы 3 тамыздың нөмір 286 бұйрығымен бекітілген. Бүгінгі қоғамдық тыңдау жоғарыда көрсетілген бұйрықтың 2 тарауындағы ашық жиналыстар нысанында қоғамдық тыңдауларды өткізу тәртібінің барлық тармақтарына сәйкес орындалып отыр. Қоғамдық тыңдаулар қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның ақпараттық жүйесінде ашық жиналыстар өткізу, жария талқылауларын жүргізу арқылы қоршаған ортаны қорғау және Қазақстан Республикасының тұрақты дамуы мәселелері қозғалатын мемлекеттік және басқарушылық шешімдерді қабылдауға қоғамның қатысу нысандарының бірі. Қарастырылып отырған нысан биотермиялық шұңқыр Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы аумағында Биназар ауылының маңында орналасқан. Ол 051 есептік ауданы 192 жер төлімінде. Кәсіпорынның негізгі қызметі биологиялық қалдықтарды залалсыздандыру және жою. Нысанның жалпы ауданы 0,09 гектар құрайды. Ал айтып кетем, мына жерде биотермиялық шұңқыр. Ол эпизоотиядан өлген немесе тыралуының алдын алу мақсатында сойылған ауыл шаруашылығы және үй жануарларының өлекселерін ұзақ мерзімді сақтауға арналған орын. Бүгінгі таңда адам мен жануарларға тән 200-ге жуық ауру түрі бар дейді. Сондықтан арнайы талаптарға сай жасалған мал өлексесін көметін биотермиялық шұңқырлар осы індеттердің таралуына тосқауыл болады. Осы аталған аса қауіпті жұқпалы аурулар таралып күтпес үшін ветеринариялық қағидаларды бекіту туралы Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 29 маусымдағы нөмір 7/1/587 бұйрығына сәйкес талапқа сай биотермиялық шұңқырлар салынған. Биотермиялық шұңқыр арнайы жобамен салынады. Аумағының биіктігі 2 метрден кем емес, кіру қақпасы бар, саңылаусыз дуалмен қоршалады. Дуалдың ішкі жағынан тереңдігі 0,8 және 1,4 метр және ені 1,5 метрден кем емес белдік құрылғысымен қазып алынған
топырақтан ор қазылады. Биотермиялық шұңқырлар құрғақ жер асты сулары тереңге орналасқан және тұрғын үйлерден алшақ жерде салынуы тиіс. Так, Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2 қаңтардағы нөмір 404 Қазақстан Республикасы экологиялық кодексінің 2 қосымшасының 6.4 тармақшасының 6 тармағы 2 бөлімінің 2 бөліміне сәйкес қоршаған ортаға биологиялық әсер ету, залалсыздандыру, жою жөніндегі операциялар жүргізілетін объектілер 2 санаттағы объектілерге жатады. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушысының 2022 жылғы 11 қаңтардағы Қазақстан Республикасы ДСМ-2 бұйрығымен бекітілген адамның өмір сүру ортасы мен денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитарлық қорғаныш аймақтарына қойылатын санитариялық эпидемиялық талаптарының 11 бөлімінің 45 тармағының 4 тармақшасының шұңқырға көметін мал қорымдары санитарлық қағидаларына сәйкес нысанның санитарлық қорғау аумағы 1000 метр құрайды. Кәсіпорын алаңының қоршаған ортаның ластану негізінен мыналарға байланысты: биоқалдықтардың ыдырауы кезінде атмосфераға ластаушы заттардың шығарылуы, және барлығы бұл жерде 1 тонна 451 килограмм мөлшерінде 10 түрлі аттау мен ластаушы заттар бөлінеді. Так, жаңа жерде сумен қамтамасыз ету, сумен жабдықтау көзі шаруашылық ауыз су адамдардың күнделікті тұтынуы мен өндірісіне сумен қамтамасыз ету қарастырылмаған дейді. Нысан су қорғау аймақтары мен жолақтарын тыс орналасқан. Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстары министрінің міндетін атқарушы 2021 жылғы 6 тамыздағы нөмір 314 бұйрығымен бекітілген. Қалдықтар сыныптаушыны сәйкес жануарлардың өлекселері қауіпті емес қалдықтарға жатады. Қалдықтар коды 02-01-02. Биотермиялық шұңқырдың жұмысы кезінде жануарлар қалдықтары 02-01-02 жылына 60 тонна мөлшерінде қалыптасады деп есептелініп отыр. Бұл Баяндамамыз аяқталды. Сұрақтарыңыз бар ма? сұрақтарыңыз болса. Сөз кезегі сізде. Келіспеушілік жоқ. Егер сұрақтарыңыз жоқ болса, қойыңыздар. Бұл жоба экологиялық нормаларға сай және ауданның ластануына қауіп төндірмейді. Барлық ұсынылған материалдар қолжетімді және түсінікті болды. Қатысушылардың шешімімен қоғамдық тыңдаулар өтті деп танылды десек келісесіздер ғой. Барлық қатысушыларға өз пікірлері үшін алғыс айтамыз. Барлық айтылған ұсыныстар, сұрақтар хаттамада ескеріледі және мемлекеттік экологиялық сараптаманың қорытындысы бойынша тиісті шешімдер қабылданатын болады. Жақсы, қатысқандарыңызға рахмет. Рахмет.